Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз сіздерге осы волейбол добының тігілу жолын көрсететін боламыз. Ал ендеше бастайық. Ол үшін бізге мынандай доптың бөліктерін матадан қиып аламыз. Мына бөліктен 12 штук керек. Мына ақ бөлігінен ортасына тігуге 6 штук керек. Осы жерде бір айта кететін мәселе, матаның түгіне қараймыз. Сіз матаңызды кескенде бәрін бір бағытқа қаратып кеспеңіз. Мына ақтың екі жағына тігетінді осылайынан кесіп алыңыз. Себебі түгі бір жаққа қарап жату үшін. Ал егерде сіз бәрін бір бағытқа қаратып кесіп алсаңыз, онда мына екі жағына тіккенде түгі ойнап тұрады. Сол үшін осылайынан матаға кесіңіз. Енді ағымыздың екі жағына міне түгінің жатысын төмен қарай сипап қараймыз. Жоғары қарай істесеңіз, онда түгі осылай көтеріледі. Төмен қарай жатқызып, барлығыныкін бір бағытқа қаратып тігеміз. Міне, осылай қарайсыз, мынау дұрыс емес. Енді осылай үшеуін біріктіреміз. Басын бастағанда артқа қарай жүріп бекітеміз, сөгіліп кетпеу үшін. Енді екінші жағын тігеміз. Артқа жүріп бекітеміз. Осылай 6 рет қайталаймыз. Сонда бізде 6 осындай бөлік шығады. Қазір тағы бір рет көрсетейін. Мінекей, түгін төмен қаратамыз. Ортадағы матасында түгін төмен қаратамыз. Және үшінші бөліктінде түгін төмен қаратып, бірге біріктіреміз. Артқа жүріп бекітіп, осылай тігеміз. Мінекей. Енді осы 6 бөлікті бір-біріне біріктіріп тігеміз. Ол үшін біреуін осылай қойып, біреуін осылай қойып, осы жерден тігіс жүргіземіз. Осы жеріне тігіс жүргізіп біріктіреміз. Матаны бір-біріне беттестіріп қойып, тігеміз. Мінекей, біріктірдік. Енді келесісін осының жанынан тағы жалғаймыз.
мынаның түгіне қараймыз. Түгі қалай жатса, мынаның да түгін солай қарай қаратамыз. Мінекей, бір бағытқа қарау керек. Енді осыны біріктіреміз. Мінекей, осындай пайда болады. Енді келесі бөлігін жалғаймыз. Мана 6 бөліктің біреуінің арасында осындай ашық жер қалдырып кетеміз. Ол не үшін? Ішін толтыру үшін. Синтефонмен немесе холофайбермен ішін толтыратын кезде осы жерден толтырамыз. Сол үшін ашық қалдырып кетесіз. Келесін осылай орналастырамыз. Бұның да түгі барлығынікі бір бағытқа қарап тұру керек. Енді бұны біріктіру үшін мына жақтан бастап біріктіреміз былай қарай. Түсіндіңіз ғой? Былай қойып, мынаны осы жерден былай қарай тігеміз. Енді мына тігіске келгенде, үстіңгі матамыз кішкене артылып тұру керек. Астыңғы мына тігістің біріккен жеріне келгенде тоқтаймыз. Шетіне дейін жетпейміз. Мінекей, шетіне дейін тіккен жоқпын. Астыңғы тігістің біріккен жеріне келіп тоқтадым. Енді үстіңгі матамызды былай қарай қайырамыз. Мына астыңғы бөліктің үстіне қарай қайырамыз. Енді тігеміз. Тағы да дәл солай. Мына астыңғы матамыздың тігісіне келген кезде тоқтаймыз. Үстіндегі матаны шетіне дейін тікпейміз. Мінекей, 5 мм, 4 мм-дей қалдырамыз. Сосын үстіңгі бөлігімізді осы астыңғы бөлікке қарай қайыра отырып тігеміз. Артқа бір жүріп бекітеміз. Мінекей, осылай дөңгелек пішінге қарай өзі келе береді. Енді келесісін осылайынан орналастырамыз. Міне, мынаған қарама қарсы. Осылайынан орналастырамыз. Ол үшін мынаның түгіне қараймыз. Түгі қай бағытқа жатса, бұның да түгін сол бағытқа қаратамыз. Мінекей, былайынан орналасу керек. Астыңғы тігіске келген кезде тоқтаймыз. Осы тігістің үстіне ине кіргенде өзі белгілі болады. Мына үстіңгі матамыздың шетіне 4-5 мм қалдырмай осы тігіске келгенде тоқтаймыз. Мінекей. Енді үстіңгі матамызды астыңғы матаның астыңғы өріктің үстіне қарай қайыра отырып тігеміз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Бұл футбол добына қарағанда
волейбол добы оңай әрі тез. Тағы да солай астыңғы матаның үстіне қарай қайырамыз. Астыңғы матамыздың ыңғайына үстіңгі матамызды бөлігімізді қайырамыз. Мінекей, осылай дөңгелек пішінге келеді. Енді ең соңғы бөлігімізді осы жерге тігеміз. Бұны да мына қапталындағы матаның түгіне қарай бір бағытқа орналастырамыз. Шетіне қойып, мына тігістің үстінен 4 мм-дей артқа қалдырып тігеміз. Астыңғы матамыздың ыңғайына үстіңгі бөлігімізді қайырып, 4 жағын айналдырып тігіп шығамыз. Ешқандай ашық орын қалдырмаймыз. Мана қалдырып кеттік басында. Ешқандай ашық жер қалдырмаймыз. Мінекей, барлық жерін тіктік. Енді мана басында қалдырған жерден айналдырамыз. Енді ішін толтырамыз. Енді жаңағы тігілген добымыздың ішін холофайбермен немесе синтефонмен, синтефонды осындай қылып түтіп ішіне толтырсаңыз болады. Бұл доп үйде балаларға ойнағанда айнаға текпетпеу үшін зиянсыз жұмсақ доп ойнауға балдарға ыңғайлы. Тегіс орналастырамыз ішіне. Қай жері бос болса, сол жерлеріне. Добымыздың ішіне 150 грамм синтефон кетті. Осылай нығыздап саламыз. Енді мына ашық жерін көрінбейтін жасырын тігіспен қолмен тігіп шығамыз. Енді жібімізді сабақтап алып, мына түйіншегін тігістің ішінен, доптың ішінен кіргіземіз. Дәл тігіс түскен жерден ішке кіргіземіз. Ол түйіншегіміз іште қалу үшін. Енді ақ матаның үстінен іліп аламыз. Жіп қай жерден шықса, көктің үстінен де тап сол жерден кіргіземіз. Тап осылай ақтың үстінен көк қай жерден шықса, солай қатарынан кіргізіп отырамыз.
Енді жібімізді тартамыз. Тартқан кезде тігісіміз міне ішінде қалады, көрінбей. Енді мына ақтың үстінен жіп қай жерден шықса, көкке дәл сол жерден осылай кіргізіп отырамыз. Енді мінекей қарама қарсы осылай іліп алып отырамыз. Енді жібімізді тартамыз. Мен неге тігіс ашық жерді мына ұзын жерден қалдырдым? Себебі тіккен уақытта созылмай бір қалыпты әдемі тігіледі. Ал егер мына жағынан қалдырсаңыз, ашық жерді, мана біріктіріп атқан жерден қалдырсаңыз, онда мына жағы созылып, мына жағы ұзыннан болғандықтан, созылмайтын жағы болғандықтан, екеуін біріктіргенде онда мыжырық болып тұрады. А егер осы үш полосканың біріккен жерінен қалдырсаңыз, онда мыжырылмай әдемі бір тегіс жатады. Мінекей, ешқандай сыртына тігіс шығып тұрмайды. Барлық тігіс ішінде қалады. Енді сыртына түйіншек қалдырмау үшін осы тігістің ішінен жаймендеп, білдірмей тап біріккен жерлеріне кіргізіп осылай тігіп шығамыз. Сыртына түйіншек қалдырмау үшін. Көрсетпей тігістің үстінен жүріп шығамыз. Енді түбінен қия береміз. Мінекей, осымен добымыз дайын болды. Достар, үлгісін қалай сызу керек екенін көрсетудің орнына біз описаниясына сілтемесін қосып қойдық. Видеомызды паузаға басып, астына өтіп, еще дегенді басамыз. Ашылған тексттердің ішінде сілтеме деген жерде көк жазумен жазылған сілтемені басамыз. Сілтемені басқаннан кейін келесі терезеден PDF форматта үлгі ашылады. Оң жақ жоғарысында печатать дегенді басып, өздеріңіздің принтерлеріңізді таңдап, печатать дегенді басамыз. Немесе жүктеп алсақ та болады. Сызып көрсетпеген себебіміз, бұны өзіміз компьютердің көмегіне жүгіне отырып сыздық. Ал компьютер біреуінде бар, ал біреуінде жоқ. Әрі сіздерге жақсы дайын тұрғансыз ба? Осымен достар, біздің видеомыз аяқталды. Лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызды біздің каналға жазылуға шақырыңыздар. Ол біздің каналымыздың дамуына үлкен қосқан үлесіңіз болады.